бұл қазақша кино шолу арнасы. арнаға қош келдіңіздер, пікір қалдырыңыздар, белсенді болыңыздар. Ал бізде бүгін жаңа шолулар. Внутри деп аталатын бұл триллер және драма элементтерін үйлестіретін фильм. Оны Василис Каципус режиссерлігімен түсірген. Фильмнің басты кейіпкері Немо өнер туындыларын ұрлаумен айналысатын тәжірибелі қылмыскер. Ол Нью-Йоркте орналасқан жоғары технологиялық пентхауста ұрлыққа кіреді, бірақ күтпеген жерден сол жерде тұрып қалады. Пентхаусқа енген соң Немо шынымен де қапыда қалып, шығу жолдарын табуға мәжбүр болады. Фильмнің ұзақтығы 1 сағат 35 минут, ал әлемдік премьерасы 2023 жылы 20 ақпанда шыққан. Немоның қиындықтары, жалғыздық сезімі және психологиялық күйзеліске ұшырау кезеңдері фильмде шеберлікпен көрсетілген. Сол себепті кейбір көрермендер үшін бұл фильм терең ой тастайды. Фильм Уильям Дюранның басты рөлде ойнауымен ерекшеленеді. Оның өнері фильмнің жолын атмосферасына әсер етеді. Внутри бұл тек қана қашу туралы емес, сондай-ақ адам психологиясы мен заманауи технологиялардың шектеулерін зерттейтін туынды болып табылады.